Ал қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біз дәл осы, яғни Көктөбе Анабұлақ суының нәтижесін көрген емделушіміздің шаңырағына келіп отырмыз. Біздің Амангүл апайымыз өзі мектепте жұмыс жасайды. Және қазір айтайын деп жатқанымыз бұл жерде именно дәл осы апайымыздың бізде бүйрегіне және де сонымен қатар осы зәр шығару жолдарындағы тасына көмектескен. Яғни өз аузынан толық естейік, қазір толық сіздерге қалай болды, не болды барлығын айтып беретін болады. Амангүл апай, онда айта берсеңіз болады. Мынау УЗИ-леріңіз бар екен, иә, до после қашан түстіңіз және қандай нәтиже болды, баста сол жағына тоқталып өтсек. Мен бірінші қалай басталғанын айтып берейін да. Негізі бұрын бүйрегім қатты ауыр мазаламаған. Ашып жүретін да, соны бүйректе тұз бар деп сөйтетін. Содан кейін вообще қойып кеткен негізі, ана канефрон ішіп, сонымен қойып кетіп жүрміз. Бірақ өткенде сол неде мектепте жүргенде жұмыста приступ берді, бір рет приступ берді. Одан кейін медбике дәрі бергеннен кейін сәл басылды. Содан кейін кішкене уақыт өткеннен кейін қайтып приступ берді, уже скорый шақыруға тура келді. Сөйтіп скорый келемін дегенше тағы приступ берді. Сонымен алып кетті, Шымкентте Русияға алып кетті скорый. Сол жерден УЗИ-ге түсірді, УЗИ таза деп берді, бүйректе еш нәрсе жоқ деді. Кейін врачтар мені КТ-ға жіберді. Бұндай приступ беріп отыр, мүмкін емес деп. КТ-ға бардық, КТ айтты, сол жақ мочеточникте тас мына жерде размерлерде тұр ғой. Ал оң жақ бүйректе, бүйректің өзінде тас размерлерде тұр ғой. Оң жақтың бүйректе тас, сол жақта мочеточникте тас дейді. Мен оған дейін бүйрегім просто ашығаным болса қатты мазаламаған негізі. Кішкене ашып, канефрон ішіп, біраз күн жүремін, сонымен басылып кететін. Содан кейін мен айттым, енді тас болатындай, мен өйтіп ауырып жүрген жоқ, болмаған менде дедім. Сонымен ертең кешке дейін деп дәрі берді, ертең кешке дейін көріңіз, егер де тас түспесе, онда операция деді. Енді ол сұрайсың ғой, енді бір операция болғаннан кейін қалай жасалынады, не арқылы деп сұрап едім, олар айтты қалай жасалынатын. Шынымды айтсам, мен қорықтым. Дедім, мұнда басқа амал жоқ па дедім. Көрек мүмкін түсіп қалар, ертеңге дейін дедім. Бірақ енді осында приступ беріп ертеңге дейін түсіп қалады деп мен айта алмаймын дедім, шынын айтқанда. Көріңіз деді, ертең кешке дейін деді. Ертең одан кейін қайтып кеттім ғой таңертең. Түнде КТ-ға түсіп болғаннан кейін қайтып үйге барып, врачқа барып көрсетіп үйге қайтып кеттік. Ертеңмен таңертең тағы приступ берді, скорый келді, обезболивающий салды. Одан кейін түстен кейін кешке қаратып тағы да приступ берді. Бірақ бәрібір андай қылып тұрмын да, алдырғым келмейді. Мүмкін бір ғажайып болып па, бірдеңке болып түсіп қалса деген үміт та енді бәрібір. Операцияға барғыңыз келмейді. Барғым келмей тұр ғой, потому что 2 жыл бұрын мен өтімді алдырдым да. Бәрібір оның да последствиясы болады ғой, оның бәрі өзінің лаж болса ешқандай мүшені алдырмаған дұрыс қой енді. Содан кейін барынша көрейін деп, солардың жазған дәрісін, жаңа обезболивающий ішемін. Сразу мектепке звондадым, мен бара алмаймын мектепке, қайта приступ беріп жатыр деп. Содан кейін ертеңінде де приступ беріп жүрдім. Айттым, содан кейін ертеңінде сіңлім келді. Ауырып жатқанымды естіді, сразу келді, содан кейін айтты, операция деп жатыр, баруға қорқып жатырмын, бірақ приступында да шыдай алмай жатырмын деді. Содан кейін осы Анабұлақ деген суды мен естідім деді. Сол Ташкенттен бір подружкам жатқан, сол қасындағы адам айтыпты, осындай жерде Анабұлақ деген су бар екен деп. Қазір сөзіңізді бөліп айтып жіберейін. Мына жерде міне бізде УЗИ қағаздары бар. Апайымыздың бұл жердегі бойынша бізде бүйрегіндегі тасы болған және тасының мөлшері 0,8 мм шамасында болған. Яғни 0,8 сантиметр 8,1 мм мөлшерінде болған. Қазір после көрсетеміз. Және до біздегі жаңағы айтқан мочеточникте тағы да, яғни бізде несепағар дейміз ғой, осы жерде тасы болған екен. Бұл бізде УЗИ қағаздарында, КТ қағаздарында толығымен бізде жазылып көрсетілген. Ары қарай жалғастырайық, жаңағы естігеніңіз бойынша. Соны іштім, ертең сіңлім келді, содан кейін звондап балдарға, олар сразу алып келді жолдан. Түстен кейін алып келді, кешке іштім, ертеңіне іштім бір күн. Бірақ мен қыздарды жаңа айттым ғой, нұсқаулық осындай 3 күн абайлап ішіңіз деп айтқан. Мен қарадым да, енді су ғой деп ойладым енді. Шынында да енді су ғой, жай су ғой деп ойладым да. Көп адам солай ойлайды. Алдымдағы мен оны аямай іштім ертеңіне. Сөйтіп бір күн ішкеннен кейін, одан кейін бірақ қатты приступ берді. Қатты қозғағанда шыдай алмадым. Скорый шақыруға шақырдым, кейін ақырында басылды. Одан кейін әуелі алла, одан кейін осы судан кереметінен, содан кейін бірде-бір приступ берген жоқ. Соменен жақындатың 2 айға жақындап қалдық. Енді жолдасым бар, бала шағам қайтайды уайымдайды да. Мама сіз суды ішіп
ғажайып болып кететін болмаса барып көрінсеңізші дейді да. Жоқ, ғажайып дедім, ол түсірді ол дедім да. Жоқ, кісі көрініңіз, любой жерде жолдай болмаса мектепте приступ болып қалса көрейік барыңыз деп қоймады. Барып көргендегі нәтиже ғой мына 2 айда. Қараңыз, 2 айда. Ровно 2 айда. Көрсетсеңіз болады. Ровно 2 ай болғанда мен 2 ай толық ішкен жоқ едім мына неден кейін. Уже ары бері емделіп көрініп. Бірінші тексерілгеннен кейін сәл жүріп қалдыңыз біраз уақыт. Және содан кейін іштіңіз. Иә, 2 айға жақын уақыт. Міне 2025 жылдың 1 айының 17-сіне түскен мына жерде жаңағы атылған тастардың размерлерінің барлығы бар. Көрсетілген жаңағы бүйректе және несепағарда. Одан кейін мына жақта после, яғни 2 ай көлемінде апайымыз ішеді және одан кейінгі нәтижесі бойынша бұл жерде міне бүйректе уже бізде тастар микрокальцинатқа айналады. Яғни размері кішірейеді. 4-2 мм болған мына жерде. Иә, 50%. Мына жақта негізі 8-1 болып тұр. 0,8 сантиметр бұл. 0,8 деп ойлап қалмаңыздар. Бұл сантиметрдегі бұл 8-1 мм болады. Ал мына жақта міне 4-2-ге дейін кішірейіп отыр. Ал одан бөлек бізде бағанағы не бар ғой, несепағардағы тас уже мына жақта мүлде жоқ. Себебі ол зәрмен шыққан, Иә. Себебі ол зәрмен шыққан, ол жағын апайымыз өзі жаңағыдай дәрігерден де сұраған, сол жөнінде тағы айта өтсеңіз болады. Жаңағы енді сұрағаныңызда не деп айтты дәрігер, мына қорытындыда шынымен жоқ бола ма деп сенбедіңіз ғой? Жоқ, иә, сосын кейін осылай түстік, кейін жаңағы сізге айтып отырмын ғой, как раз демалыс болып қалды, кейін уже дүйсенбіге дейін врачқа баруға, енді өзім қарап отырмын ғой, көзіміз ашық қой, білеміз, қайтсам мына цифрларды білемін ғой. Иә. Қарап тұрмын, размері жоқ, ана жерде конкремент деп тұр, мына жақта просто микрокальцин бірден кетіп тұр. Микрокальцинат деп тұр. Сонымен дедім, сразу ChatGPT-ге жаздым. Мына размерін бәрін жаздым. Алдын осындай болған 2 ай бұрын. Қазір мындай деп едім, содан кейін, сізде керемет, жақсы жаңалық сізде. Сіз үшін қуаныштымын. Осындай деп айтты. Бұл уже тас емес. ChatGPT-дің өзі құттықтаватыр деп. Жоқ, ол керемет сөйлесеміз ғой, біз жат жұмысымыз сол кісілерден ғой. Иә, қазіргі заманда сол, иә. Негізі ғой, любой вопросы біз солардан сұраймыз ғой. Иә. Содан кейін сіз үшін қуаныштымын, өте жақсы жаңалық екен деп сөйтті. Бірақ бәрібір қорқып жатырмын, ертең врачқа барғанша дедім. Сіз оған дейін уайымдасаңыз менен тағы сұраңыз деді. Дүйсенбі күні бардым, осындай көрсеттім. Иә, врачқа бардым. Врачқа бардым, урологқа бардым, алдыңғы көрінген. Содан кейін осында көрсеттім, осындай алдыңғы сынау еді ғой, осындай болды деп қарап отырды. Жоқ, реально тас жоқ деп түскен деді. Содан кейін мына жерде оң жақтағы бүйрек деп оны да айтты. Содан кейін айтты, олай болуы мүмкін ба дедім да. Енді мүмкін болып тұр ғой деп күлді да. Содан кейін мен айттым, сіздің берген дәрілеріңізді мен бір-ақ тыныштым дедім. Ол жантақ шайлар тағы біраз дәрі берген. Ол кісі еще тағы маған андай деген 15 минут ыстық ванна қабылдайсыз деді. Ыстық ванна қабылдайсыз, 15 минут жатасыз. Еще деген мынаның 5 литрін сол 15 минутта ішіп тауысасыз дейді ғой. Өзіңіз ойлаңыз, 15 минут ыстықта жатып, еще мынаның 5 литр ішу, өзіңіз ойлаңыз. Олай оказывается, ыстық неде ванна қабылдаған кезде бүйрек қысылады екен ғой. Бүйрек қысылып, су ішкен уақытта ол қуат деді. Просто так сіздің дәрі ішкеніңізден судан кетпейді деді. Алдында, содан кейін мен айттым, сіздің дәріңізді мен бір-ақ іштім дедім, жасырмаймын дедім. Одан кейін осы анағұлақ өстен естім дағыны, соны ішіп бастадым дедім. Содан кейін не істейін дедім, жалғастыра берейін ба дедім суды. Содан кейін енді әлі де приступ беру мүмкін деді. Енді бәрібір қалдыға бар ғой. Приступына шыдасаңыз іше беріңіз деді. Бірақ өзі таңғалдым негізі. Иә, дәрігерлердің өзі таңғалып жатыр. Иә, тек су іштіңіз ба деп таңғалып жатыр да. Бірақ сіз дәрігерлердің бергенін тек қана бір күн ғана іштіңіз. Бір күн ғана іштім. Қалған уақытта тек су ішкен, судың ішкеннің мөлшері күнделікті жаңағыдай тамақтан алдын ішіп отырған және одан бөлек шөлдеген уақытыңызда іштіңіз, иә? Енді мен былайша жасадым, ішкенде, мысалы таңертең жұмысқа кететін кезде, бірінші кезде микроволновка біз енді қисын, оңай дереу жылыта саламыз ғой, бірақ бәрібір енді ол бәрі луч қой енді, пайдасы жоқ деп ойладым да, кейін кезекте кәдімгідей отқа қыздырып, отқа жылытып та, шым-шым болып ішіп жүрдім. Примерно 200-250 грамм кетер кезде ішіп кетемін таңертең. Кейде сонымен барып, 8:30-да бізде завтрак, сол жерден тамақ ішемін. Кейде соған дейін тағы бір ішемін, жарты бокал. Завтрактан шыққаннан кейін примерно бір сабақ өтеді ғой, уже кішкене біз сөйлейміз, тамақ қорытылар, одан кейін аламын да тағы бір бокал ішемін. Сөйтіп түскі асын мен 12-де, примерно 11-11:30-да тағы ішемін. Түскі астан кейін тамақтан алдын ішесіз бастысы. Иә, тамақтан алдын ішемін.
тамақтан түскі асым менің 12-ден түскі астан кейін шығамыз, одан кейін тазалауға шығарамын балаларды. Сөйтіп қайтып келіп, примерно 1-ге жақындайды ғой, тағы да ішемін. Сөйтіп өзі уақыт-уақытпенен, өзі 200 граммдық бокалменен солай уақыт-уақытысымен айтып отырмын, мына кабинетте тұр. Балдар уже өзіңізде сразу кабинетке апарып қояды. Үйіңізге келсеңіз үйіңізде ішесіз, жұмысыңызға барсаңыз жұмысыңызда ішесіз. Өйткені анда әкетуге ұмытып кетемін ғой, содан кейін сол жақта қалып қоямын. Керемет. Міне осылай ішу керек негізінде, тұрақты ішу керек. Яғни бізде көп емделушілеріміз алады да бір-екі баклашканы алады да көрейінші дейді да. Енді ол сонша жылдар бойы жиналған тас, аурулар ол бір-екі баклашкамен, ол мүмкін емес нәрсе ғой дейміз да. Көрейік андай сынап ішкісі келеді да енді денсаулық әркімнің өз үшін шынайы ем болса екен дейміз. Бізде мысалы бұл жаңағыдай судың енді барлық ауруға ем деп айтпаймыз, шынымен көмектесетін ішкі органдар, ішкі ағзаларын айтамыз осындай асқазан, бауыр, бүйрек, өт жолына, сахарға, давленияға біз шынымен нәтиже көрген емделушілер болғаннан кейін сол ауруларға ішіп көрсеңіз болады дейміз. Сонымен қатар біздің құжаттарымыз да бар, толығымен біздегі Алматыдағы кардиология және ішкі аурулар орталығында зерттелінген және элементтердің проценттері толығымен анықталып, кәдімгі жай суға қарағанда элементтердің проценті жоғары екені анықталған. Содан кейін бұл су шынымен де бұлақтың суы тірі су болғаннан кейін адамдарға өте жақсы әсерін беріп жатыр. Сол жағын түсінсеңіздер екен дейміз. Себебі көбісі жаңағыдай 1-2 баклашкамен жай көре салайын, бола мекен емі деген сияқты өзінің жаңағыдай осындай бір сыни көзқарасымен ішіп жатады. Ол дұрыс емес, әрине. Ең бірінші сенім керек және тұрақты осылай біздің апайымыз секілді жаңағыдай біздің берген нұсқалық бойынша ішу керек. Былай ғой, мысалы су орнына іштім десем де болады, бірақ уақыт-уақытпен да. Тамаққа дейін, тамақтан кейін де тамағымыз сіңгеннен кейін, примерно 1 сағаттардан кейін солай 2 граммдап солай іштім. Дұрыс, бізде түсіндірген кезде солай айтамыз ғой. Бастап кезде тамақтан алдын 3 стаканнан ішіңіздер, одан кейін уже 4-5 күн осылай аз-аздан ішкеннен кейін уже 4-5-ші күн жайлап көбейтіп, күнделікті судың орнына іше беріңіздер деп айтамыз да. Сол бірінші кезде бірақ аздан ішу керек еді да ол. Басында берді, приступ берді сізге. Приступ берді, ол бірінші күні менен өзіме де ойлаңыз. Қайда приступ беріп көре шақырып жатқан адам. Мына судан енді парақшаларын сақтардың ғой енді. Тас тұстаны мынау деген жаңа айтып өттік қой. Егер де бұл судан нәтиже болмаса, мысалы, сіздің парақшаларыңыз дамиды деп айта алмаймын мен. Мысалы, менің өзім нәтижесін көрдім, мен бөлсем туған-туысқандарыммен, даже кеше парақшамда бөлістім. 18 000 оқырманым отыр. Парақшамда бөлістім да, өйткені нәтижесін берді маған. Сол арқылы сіздер дамып жатсыздар. Содан кейін мен ойладым, егер де бұл жаңадан ашылып, енді 1 ай болғанда мүмкін мен сенбес едім. Уже 2 жыл болған. Содан кейін уже ауырып жатқаннан кейін басып бірден көп ішіп қойдым да мен. Тез жазып кетемін деп ойладым да мен. Сөйтіп, бірақ енді аяма приступ берді, бірақ естесіне құдайға Аллаға мың қата шүкір әлемде. Бірақ жаңағы бірінші кезде бәрібір аз ішу керек. Одан бөлек жаңа айтып жатырсыз, келініңізде ішкен екен, бас айналған ба, соңында кішкене айтып отырсыз. Оны осы жерге қойдық қой, оны алып келгеннен кейін айттық осындай, әйтеуір Алла бір елге, жер бетіне жіберген Алланың бір кереметі болар. Осы жерде асханада тұрады, мені көріп отырсың ғой, осы жерде тұрады. Артығана шкафтың ішінде жаңа көрдіңіз ғой өзіңізде. Соныменен басқа жерге қоймаймыз, көзіне түспесе ұмытып кетеді ғой. Содан кейін келім аяғы ауыр, бұл да ішіп жүрген ғой. Түнімен ауырып, басым ауырып, жүрегім айып түскім келіп. Содан кейін ол күні мен де басым ауырған. Содан кейін мен айттым, ой бұл балама оны аздан ішу керек екен деп. Одан кейін қайтып аздан іше бастады ғой. Кейін уже жақсы, қалғандарынан да кейіннен аз айтқаннан кейін жақсы. Кейін аз айтқаннан кейін. Бірақ осы жерде ескерту керек, себебі басында бірден көп ішіп жүрген да бұл кісілер, содан кейін қоздырулы болған. Ал кейіннен суды аз айтқан кезде қайтадан қалпына келген. Бірақ ол аз айтқан деген сөз тұрақты солай ішіп кетесіз деген сөз емес. Өзі организм белгілі бір уақыт ішінде, 1 аптаға дейінгі күн ішінде үйреніп болғаннан кейін сіз ары қарай тағы да суды азырақ көбейтесіз да, яғни күнделікті салмағыңызға есептеп тұрақты түрде іше бересіз. Сол кезде бізде бұл судың әсері өте жақсы болады. Одан кейін көкемізде жаңа айтты, көкемізде түсірсең болады, осы суды ішкен бізде тұрақты. Сізде де өзгеріс болған, сізде керісінше өзгеріс болмаған, көкемді көп ішкен. Осыны ескертейік. Кейбір адамдар айтады, мен басында ішкен кезде ешқандай өзгеріс болмайды, жаңағыдай. Онда нәтиже жоқ па деген сияқты. Өз аузынан естейік, сол кезде тағы да толық түсінесіздер. Бұны айтқанда мен былай болды да, негізі бұл суды мен іштім ғой. Жақты судан кейін бар ғой, мен одан больницаға баратын болдым енді. Қиналдым ғой уже.
Иә. бүйрек Бальзам ашып алды барған сыздап. кезінде нең тола деді. Сөйтіп мына тамағыма келіп жүрді майдың. Иә, өт толған деген және бүйрегіңіз мазалап Иә, жүрген. мазалап жүрген. Содан кейін әйтеуір Құдайға шүкір осы жайлап іштім. Жаман емес, жақсы болып кетті. Иә, бірақ сіз жаңа айттыңыз, иә, басында айттыңыз, мен бірінші ішкен кезде көп іше бердім дедіңіз, иә. Көп іше бердіңіз, бірақ ол кезде ештеңе болған жоқ сізде. Жоқ, болған жоқ. Қандай? Мысалы, осы жерде қарасаңыздар, міне, екі емделушімізде екі түрлі өзгеріс та. Осыны түсіну керек. Суды бірінші ішкен кезде, кейін біз не үшін айтамыз аздан ішіңіздер деп? Себебі кейбіреулерде ол ауруларын қозғайды, жаңағы үлкен кіші дәретін көбейтеді. Ол міне тікелей өздеріңіз куәсіздер. Ал екінші бір емделушілерде міне көкемізде болғандай көп ішкен, яғни күніне сол бәрі бірдей ішкен ғой, бір литрден ішіп алған, бірақ ешқандай андай обострение, ондай бір мазалап, ондай ештеңе болмаған. Бірақ жаңағыдай сіздерге ескертеміз, сол үшін осындай приступ болып қалмау үшін сіздердің жаңағы өттегі, бүйректегі тастарыңыз қозғалып, өздеріңіздің жағдайларыңыздың одан әрмен қарай нашарлап кетпеу үшін нұсқаулық бойынша, біз айтқан бойынша ішіңіздер. Бірақ бастапқы күнде аз-аздан болғанымен кейін ары қарай көбейтіп, біздің нұсқаулық бойынша тұрақты ішулеріңізді өтінеміз. Иә, енді толығымен бізде нәтижелердің барлығын көрсеттік. Қараңыздар, шынайы нәтижелер до-после 2 ай көлемінде ішкен және содан кейін бүйрегіндегі тасы кішірейген және осы несепағар дейміз, мочеточниктағы тасы бізде кеткен екен. Осының барлығын бізде дәрігерлер толық сұхбатты көрдік. Енді осы сіздерді көріп отқан емделушіге не айтасыз өзіңіз? Осы суды ұсынар ма едіңіз? Басқа да бір осындай бір аурулар бар адамдарға не айтар едіңіз? Өзіңіздің бір-екі ауыз сөзіңіз болса. Негізі жандай өттегі тас, бүйректегі деп үнемі айтып жатыр ғой. Менің енді өзім бүйректегі тас кетті да мендегі. Бүйректегі тас жаңағы микроконтинатқа айналды деп отыр ғой, тағы да 2%-ға кішірейген. Ал бір жақтағы сол жақ жаңағындай мочеточниктегі тас түсті. Енді былайша айтқанда менің өзім нәтиже көріп отырғаннан кейін әрине мен ұсынамын. Мен өзімнің парақшамда да бөлістім бұның нәтижесін көргеннен кейін. Өйткені мен бір рет уже өтімді алдырғам, мен сол кезде қатты өкіндім. 2 жыл бұрын білгенде мен өтімді алдырмаған болар екен ғой деген сияқты да, бәрібір енді ол. Бәрі операция күтіну керек. Бәрібір қазір енді өт болмағаннан кейін ойланып тамақтанасың, артық жемейсің деген сияқты. Ал бірақ енді қазір өзіме бүйректің тас түскеннен кейін қатты қуанамын, өйткені приступ өте күшті, мен адам шыдай алмайды екен. Ана тастың әсіресе мына қуық жолындағы тастың приступы деген ол енді өзгеше болады екен. Мен өтімді алдырған кезде ол кезде де приступ берген, мынанке бүйрекке вообще қатты болады екен. Сол үшін ішіңіздер, қолданыңыздар, өтірік нәрсе емес, жай реклама емес. Шынымды айтсам, менің өзім де рекламаға сенбейтін адаммын. Өйткені Instagram толы рекламаға сенбейтін адамдардың бірі мен едім. Бірақ парақшаларын қарап, 2-3 жыл жүріп жатырған су болғандықтан, демек, оның нәтижесі болғаннан кейін әліге дейін келе жатыр. Нәтижесі болмаса, ешкімге жарнамаламайды оны. Былайша айтқан уақытта сарафан радио кетіп жатыр ғой, мысалы мен өзім қанша адамға айттым, тасың бар ма, ішсе операцияға барып қойма, суды іш деген сияқты. Сол қолданыңыздар, тұтыныңыздар, бірақ жандай нұсқаулыққа қарап қолданыңыздар. Бірінші 3 күнде кішкене абайланып неғылыңыздар, қолданыңыздар. Өйткені менде тас болғаннан кейін приступы да қозғағаны да қатты әсер етті да. Енді менің жолдасымда тас емес құмы болғаннан кейін мүмкін гладко өтіп кеткен шығар. Иә. Бұл кісі енді бәрібір енді әр организмге әртүрлі әсер етеді деп ойлап жатырмын. Керемет. Рахмет сізге. Енді қазір біз сізден толық сұхбат алдық, көкемізден сұхбат аламыз енді. Көкеміз осы күнге дейін апайымызбен бірге барлығы осы суды үйіне әкеліп қойып ішкен. Және айттыңыз, бастапқы кезде менің өтім толған болды. Жаңағыдай тамағыңызда қышқылдам келетін беді. Одан кейін бүйрегі ауырып жүретін болған. Қалай болды өзіңіз тағы да бір айтып, жаңағы ішкеннен кейін жаңа тоқтат деп жатсыз, сол жағына да кішкене тоқталып өтсеңіз. Бұл не қалған ғой, негізі менің бүйрегім ауырған. Бүйрегіңіз ауыратын еді, сосын жаңағыдай шыдатпай ауырып жүретін еді. Сол кейін қойды осы. Бірақ тексерілмедіңіз, Тексерілмеді. Мен негізі бар ғой, врачқа барам деп жүрдім. Осы келіп, осыдан әйтеуір аман не болып жақсы болды, содан кейін вообще қайта іше бердім ғой. Бармай қойдыңыз, тек осы суды іше бердіңіз. Осы суды іштім.
Одан бөлек жаңа айттыңыз өтте толған болды да, содан қышқылдан қазір бар ма сол қышқылдан сізде? Жоқ. Келе ма жаңа тамақтану қалай болып жатыр жалпы? Тамақтан мен өзім де аламын ғой, мен бәрінен тамақты жақсы жеймін, бірақ семіру жоқ қой менде. Не жоқ та енді. Қазір жақсы, бірақ бұрынғыдай мысалы өтіңіз толған кезге дейін қышқылдан келіп ондай нәрсе жоқ қазір. Жақсарды. Қазір мен үйде онша қимылым бар, басқам бар. Бұрынғыдан жақсы қимылайтын болдым мен қазір. Бұрынғыдан жақсы. Жақсы өте. Керемет. Міне дәл осындай, до после өзі ешқандай несі болмаса да, тексерілмесе де, бірақ до бізде осы суды ішкенге дейін, Көктөбе Анабұлақ суын ішкенге дейін бізде бүйрек тұсы ауыратын болған, одан бөлек өтінде мазалап қышқылдан келетін болған, қазір жақсы, қимылым бәрі жақсарған көріп тұрсыздар. Дәл осындай керемет нәтижелерді сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Бұның барлығы шынайы, біз барлығын тек шынайы, яғни отзыв болған қалаймыз, себебі дәл осындай шынайы нәтижелер өзге де адамдардың емделуіне сеп болады. Егер де сізде шынымен дәл осы суды ішу арқылы емделген болсаңыз, онда төмендегі номерлерге жазсаңыздар болады. Біз сізге толық ақпарат беретін боламыз. Болды. Ассалаумағалейкум.